Сәлеметсіздер ме? Мен Жанна Югданқызы, жалпы тәжірибелік дәрігер. Маған мынандай сұрақтар келіп түсті. Өтім қойыланған, енді қандай диета ұстансам болады? Және екінші бір оқырман жазыпты, менде өтімде 1,5 сантиметрге дейін тас анықталды. Енді қандай күтім қажет, не істесем болады деген сұрақтар келіп жатыр. Осы сұрақтарға жауап беріп кететін боламын. Және сіздерден сұрайтыным, арнама тіркеліп, лайк басып пікір қалдырып отырсаңыздар, бұл арнаның дамуына өте үлкен септігін тигізетін болады. Егер өтіңіз қоюланып, сіз ешқандай жағдай жасамайтын болсаңыз, онда сізде қандай симптомдармен көрінуі мүмкін? Оң жақ қабырғасында ауру сезімі, изжога, бетіңізден безеудің шығуы, запыран құсу, тағы сондай сияқты симптомдармен көрінуі мүмкін. Бұл жайында мен алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын. Оны сіз экранның оң жағында сілтемеге өтіп көрсеңіз болады, немесе жаңағы осы видеоның астына мен сілтеме қалдырып кетемін, соны басып көрсеңіздер болады. Және осы өт қоюлануының ең өте ауыр жағдайы ол острое состояние, яғни жаңағы өт қоюланып, өт тас ауруына алып келуі мүмкін. Сол себепті осы жағдайға жетпес үшін біз ең алдымен не істеуіміз керек деген сұраққа жауап бере кетейін. Ең бірінші, сіз УЗИ жасап, врач консультациясына барып ем алуыңыз қажет. Кез келген аурудың біз себебін анықтасақ және оны жойсақ, аурудың жазылуына өте үлкен ықтималдылық бар. Сол себептен ең бірінші сіз этиологиясын жоясыз. Оған қандай себептер жатады? Біріншіден, сізде оральды контрацептивтер қабылдап жүру мүмкін, әйел кісі болса, немесе жүкті әйел болса, жаңағы контрольсіз поливитаминді алады да ішіп жүреді ұзақ уақыт. Және кальций витаминдерін ұзақ уақыт немесе көп дозасында есептемей ішіп жүру мүмкін. Және де гормональный препараттар ішіп жүру мүмкін, буын аурулар бар адамдар көбінше. Және әртүрлі диеталармен эксперимент жасайды. Ораза айында ораза ұстап, оразаға дайындалмай деп айтайын. Оразаға дайындалмаған күйде ораза ұстасаңыз, сізде өтіңізде мысалы қоюланған өтіңіз бар, сіз ораза ұстадыңыз, және дұрыс емес, мысалы сәресіне тұрмадыңыз, сол себептен сізде ұзақ уақыт бойы ашығу жүрді. Сол себеп сізде өтіңіз ұзақ уақыт өт қапшығында тұрып қалды. Сізде оразаға дейін мысалы өтіңіз қою болған болса, ол өт тас ауруына алып келуі мүмкін. Мен бұл жерде ораза ұстамаңыз деп айтып тұрған жоқпын. Керісінше осы ораза айына дайындалып барып ораза ұстағаныңыз жөн. Себебі аманат етіп берілген денсаулығыңызға сіз қиянат жасамауыңыз керек. УЗИ түсірген кезде тас анықталды. Енді ол тастың қандай екенін анықтап болуымыз керек. Кальцинирленген ба, немесе холестеринді ма? Холестеринді тас болса, оны диетамен және дәрінің күшімен емдеуге болады. Холестеринді тасыңыз егерде 2 сантиметрден аспаса, және де өт жолдарыңыз таза болса, ешқандай бітелу болмаса. Және де келесі өт жолдарында УЗИ арқылы полип анықталды. Ол полиптің шынайы немесе холестеринді екенін анықтау керек. Оны УЗИмен анықтау қиынға соғады, сол себепті компьютерная томография арқылы осы анықтап жатады. Ол кезде, яғни холестеринді деп айтылса, онда оны диета және дәрінің көмегімен ешқандай операциясыз емдеп алуымызға болады. Өтіміз үшін судың және майдың қаншалықты маңызды екенін мен алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын. Енді осы видеода мен дәрілік препараттар жайында айтамын, өтімізді сұйылту үшін. Оның бірі урсодизоксихолик қышқылы, яғни бізге танымал, өте сіздер білулеріңіз мүмкін, ол урсасан препараты. Енді урсасан препаратының құрамындағы қышқыл, яғни урсодизоксихолик қышқылы, бұл біздің өтімізде де бар. Өт құрамында 5% кездеседі. Және осы қышқылмен қатар бізде токсинді қышқылдар да кездеседі. Яғни бізде организмде дисбаланс және майдың дисбалансы болып жатса, жаңағы токсичный өттердің құрамы артады. Ол өз кезегінде ішектің, асқазанның тітіркенуіне алып келеді. Сол себепті бізде осы урсодизоксихолик қышқылы, осы токсичный өттерді басып отыру арқылы біздің асқазан ішек жолдарымызды сақтап отырады. Және тағы бір өте маңызды әсерінің бірі
өттің синтезіне, яғни өттің өндірілуіне қатысады. Және бізде өтіміздің сұйылуына бізге ең керекті әсері осы. Және өт қапшығының жиырылуына, тамақтың жақсы қорытылуына, холестерин деңгейінің төмен түсуіне, тағы сондай сияқты өте көптеген әсері бар. Осы видеоны көріп бірден урсасан сатып алып ішуге кеңес бермеймін. Себебі егер сізде өт тасы ауруы анықталып, егер де өтіңіз кальцинирленген өт болса, ол сізге урсасан препаратын ішуге көрсеткіш мүлдем жоқ. Өйткені сіз ішіп алатын болсаңыз урсасанды, ол өз кезегінде жаңағы өт жолынан шығуына әсер етеді дедім ғой, өттің жиырылуына. Ол кезде өт қапшығынан бөлініп, егер де тас өт жолдарына тұрып қалатын болса, бұл острый состояниені туғызады, яғни ол операцияға дейінгі жағдайға жеткізеді. Сол себепті ең бірінші УЗИ контроль жасап, дәрігерге барып, дәрігердің кеңесін алғаннан кейін ғана осы дәріні ішуге, рұқсат алғаннан кейін ғана ішуге кеңес беремін. Ал егер де өтіңіз қоюланған болса, тас жоқ болса және холестеринді болса, 2 сантиметрден аспайтын болса, онда сізге осы урсасанды ішуге сізге көрсеткіш бар. Және бұны қаншалықты ішу керек, қандай уақыттарда ішу керек деген сұраққа жауап берейін. Бұл препаратты күніне 2 рет ішесіздер, және азанда және кешкісін. Кешкісін ішкен кезде ұйықтар алдын ішкендеріңіз жөн, яғни сол 10 мен 12 шамасында кешкі. Және бұл препараттың жақсы нәтижеге жету үшін бұл препаратты 3 айдан 6 айға дейін ішкеніңіз жөн. 3-6 айдан кейін міндетті түрде УЗИ контроль жасаңыздар. Себебі дәлелді медицина бойынша қаншама пациенттерде жақсы нәтижелермен алып келген осы көрсеткіш аралығында. Сіздерге айтарым, денсаулықтарыңызды бағалаңыздар, қазірден бастап қорғаңыздар денсаулықтарыңызды, себебі қартайған шақта өте әдемі өмір сүру үшін. Және де мен пайдалы болған болсам, видеома лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және осы видеоны таныстарыңызға барынша таратыңыздар. Пайдалы ақпаратымен бөлісіп отырыңыздар.